Сәлем достар, сіздермен бірге Арука. Бүгінгі видеода мен сіздермен бірге пицца жасайтын боламын. Алдымен маған ең бірінші қажет ол әрине қамыр. Қамыр менен дүкеннен алынған дайын қамыр. Енді кезекте біз оны оқтаумен пісіретін боламыз. Достар, міне осылай ысып шығамыз. Достар, мен ысып болдым. Ендігі кезекте оны өз табасына саламыз. Достар, мен бұны табаға салдым. Ендігі кезекте кетчуп жағатын боламыз. Достар, мен кетчуп жақтым. Ендігі кезекте майонез жағамыз. Мінекей, мен майонез жақ болдым. Ендігі кезекте үстіне сыр себетін боламыз. Достар, мен сырды түркіден өткізіп, сеуіп қойдым. Ендігі кезекте колбасаны үстіне қоятын боламыз. Достар, міне менің колбасаларымды қойып болдым. Ендігі кезекте жасаған пиццамызды 30 минутқа пешке қоятын боламыз. Және де ескертіп кетейін, пешті жай оттыққа қою қажет. Достар, мен өз жасаған пиццамды духовкаға салдым. Ендеше 30 минут күтеміз.